Франция президенті Макрон келіп кетті ғой біздің Қазақстанға. Бар ғой негізі көрермен залында отыру мәдениетіміз күннен күнге күшті болып жатыр бар ғой. Өйткені сахнада тұрамын да бәріңізді көріп отырамын ғой, жүздеріңізді. Осыдан мен қазір Қазақстан бойынша гастрольдік сапардан келіп тұрмын да, бір қуантатыны барлық елде жағдай жақсы қазір. Оны көрермен залынан көруге болады да. Мен есімде, бұл менің шыны керек 10-шы жеке шығармашылық концертім бүгін. Оны бір санап жүрген жоқпын, жақында бір әзілдерім қайталанып кетпесін деп концерттерімді қарап отырсам 9 концерт беріп тастаған екенмін. Бұл менің 10-шы жеке шығармашылық кешім. Енді Астана халқы барлық 10 концертке де куәгерсіздер алғашқы күннен бастап. Сонда мен алғашқы концерттерімді қойып, басқа облыстарда концерт қойып жүрген кезде, осыдан бір 15 жыл бұрындары бір шынымен сразу көрініп тұратын еді бар ғой. Көрермен залында барлық осы қыстың кезінде концерттерде курткамен отыратын еді осы залда. Шубамен отыратын. Олаздай бар ғой. Норковый шапка бір кездері мода болды ғой. Норковый шапкаларын шешпей отыратын едіңіздер ғой. Әйел адамдар да, ер азаматтар бәрі шапкамен отырады ғой. Сонда концерттің ортасында шапкаларын бүйтіп шешіп жатқанда мен ойлайтынмын, шешіп жатыр ғой десем, шешпейді ғой. Бүйтіп шешеді де, қолын ішіне салады да, тік қайтадан киіп алатын еді. Бәрі шешіп жатқан шығар деп ойлайсың ғой, жаңағы қайтадан киіп алады ғой. Еще олаздай бар ғой, тамақ ішіп отыратын едіңіздер ғой бір. 10 жыл бұрын пакетпен тамақ алып келіп, самса, көз алдында кола, фанта ішіп отырады ғой. Еще бір түрлі екен, өзің аузың шөлдеп тұрған кезде бір соғала ішіп отырған бар ғой. Ол ештеңе емес қой, мен ұят болса да айтайын да, сахнада енді. Сондай да кездер болды ғой. Бір рет екінші қатарда бір облыста, енді айтпай-ақ қояйын қай жер екен, бір жас келіншек баласымен отырды ғой. Бір кезде баласын емізді. Представляете, сен алдыңда, көз алдыңда. Ол бала еміп жатса бір жын ғой, ол бала да мені қарап тұр. Ана келіншек те мен, екі көзі мен де ана келіншектің. Мен көзім енді көз алдында қалай қайында көрді. Жоқ, бір емізіп қоя қойса ғой, до конца отырды ғой, солай бар ғой. Не айтатынды білмей ойың бұзылып кетеді екен бар ғой енді. Сондай да кездер болады, өз көрермен залда отырған ұмытып кетеміз ау деймін, бәрі маған қарап отырғанда бүйтіп тұрған, не істеп отырғанымызды. Енді жалпы барлықтарыңызға көргеніме қуаныштымын. 10-шы жеке шығармашылық. Мен баршаңыздың жүздеріңізді білемін бар ғой, барлықтарыңызды танимын негізі. Просто тек әр концертте әртүрлі отырасыздар, атақ былай негізі. Енді 10 концерт жеке, әзіл әлеммен қанша концерт, ол да 50-ге жақындап қалды. Ана телевизорда мына монтаж жасаған кезде барлықтарыңыз жүздеріңізді біліп отырамын. Мына кісі келіпті ғой тағы да концертпен, мына кісі келіпті ғой деп. Барлықтарыңызды біліп отырамын. Негізі мына көктем айында, мен қазір гастрольдік сапар күзде болды. Көктем айында гастрольдік сапармен шыққан жоқпыз да. Өйткені март айында, наурызда Францияға жіберді. Сол Францияға жіберді. Осы Қазақстан бойынша бір көркемдік жетекшілер театрының режиссерлары бар. Бір 10 шақты адам, бір 13 адам бардық. Сөйтіп барғанда айтайын, біз Францияға барып таңғалып жүрдік қой. Оказывается, Францияда не бар, бізде бар екен бәрі бар ғой. Франция ғасырлап дамыды, біз 20-30 жылдың ішінде біз жетіп алыппыз бар ғой. Оказывается, бар ғой, шыны керек. Ол жақта осындай зал бізде де бар. Аэропортта біздікіндей, оказывается. Біз ан жаққа барып таңғалып жүрдік қой. Жақында Франция президенті Макрон келіп кетті ғой біздің Қазақстанға. Ол бізге таңғалып жүр ғой, представляете. Оказывается, бар ғой, бізде қазақ ауылын құрды ғой, сол жерде протокол бойынша 15 минут жүру керек еді. 1,5 сағат шықпай қойған ғой. Біздің ана қазақтың ұлттық ойындары бар, асқанасы бар, қазақтың жаңа салт дәстүрі бар, қолөнер шеберлерінің бұйымдары бар, жылқысы бар, тазысы бар. Бәрін көріп таңғалып жүрген ғой. Біз оған мән бермейміз ғой. Олар таңғалып жүргенде асық ойнаған ғой 1,5 сағат. Шықпай қойған ғой. Біздің президентіміз өзі французский біледі ғой, қасына келіп айтқан ғой, бір құжаттарға, документтерге қол қойып тастайық, сосын қайтып келіп ойнаймыз деп. Представляете, әзер шығарып алып кеткенде. 1,5 сағат. Біз оны көп нәрсеге мән бере бермейміз. Сырттан келіп біздің ұлттық нәрсемізге таңғалып жүрді. Бізде Францияға бардық, таңғалатын былай не қылған жоқпыз. Сразу бірден Эйфелевый башняға бардық. Эйфелевый башняға барып не керек? Мына жағында фотоға түстік, мына жағында фотоға түстік, мына жағында фотоға түстік. Артына да фотоға түстік қой. Фотодан қараса, қазір 4 жағы бірдей екен. Артындағы үйлеріне дейін бірдей ғой. Представляете, 4 жағының бар ғой, қалай салып тастаған деймін де. Алақанымызға ұстап түстік, не керек? Сөйтіп жүрген кезде, все деп кетеміз. Сағат 6-та іс-шара бар. Бізге арналған іс-шара бар екен. 4-тен апарып тастады сағат. Біз айтамыз, қазақпыз ғой, сағат 4-тен ағып әкеліп тастаңдар бізді. Не істейміз 2 сағат деп. Сөйтсек, олар театр, мынандай концерт залдарына 2 сағат бұрын барып алады екен ғой. Сөйтіп не істейді десем, олар өздері фойеде бар ғой, өздерін көрсетіп, көйлектерін көрсетіп, бір-бірімен бүйтіп амандасып, сөйлесіп, театральны аспай сөйтіп жүреді екен. Өйткені олар той жоқ қой, қайтсын енді көрсететін жері жоқ қой. Біз тойда көрсетеміз ғой барымыздың барлығын. Бір той жоқ, қайтсын жаңағы. Сосын амандасқандар қызық, сүйісіп амандасқандар. Бір-біріне вообще ерін-ерінге бет-бетке тимейді ғой.
бір воздух түсе ма бірдеңе өздері бар. Анам бет анандай жерде тұрады, бірақ деп біз ана Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан, Әзербайжаннан орысша түсінетіндер біз бөлек жүрдік. Ана ағылшынша сөйлейтіндер бөлек жүрді өздерімен өздері. Сөйтіп не керек, 1 сағат қалған уақытта көрермен залына кіргізу басталды. Сөйтіп бізде кірейік деп жатсақ, біздің билетімізге қарап подождите дегендей айтты енді французша. Сөйтсек оларда оказывается концертке 1 сағат бұрын кімдер кіреді десеңіздер, мына билетті ортасын алғандар бар ғой, көрермен залының ортасын алғандар бірінші кіреді екен 1 сағат бұрын. 40 минут қалған уақытта кішкене ортадан былай отырғандар кіреді. Сосын бір 20-15 минут қалғанда мына шетінде отыратындар кіреді екен, әр жердің шетінде. Ана бір-біріне кедергі жасамау үшін. Представляете? Бізде наоборот, шетінде отыратындар бірінші кіреді, ортасында отыратындар кешіп кіріп жатамыз ғой біз. Ана аяқтары мыжып, басып, ана кісілер нервін шітетіп, неге кешіктің деп айтайынса айта алмайды жаңағыдай. Я еще бүйтіп алдымен өтсе бір жонға, артыңмен өтіп жатады ғой алдыңнан. Бетің сыйпап өтеді ғой дата бар ғой. Я еще ол аздай, ол аз ба, үшінші қатар емес, ака 4 екен ғой деп қайтадан шығып кететін айтса еще. Кішкене мән беру керек екен да, негізі алдағы уақытта да негізі. Мен қай жерде отырамын деп план бар ғой негізі билет алған кезде. Сондай жағынан да көрсетуіміз керек. Сосын 5 минут қалған уақытта залда отырмыз, бір кезде бір сигнал берді, пың-пың-тың. Біз ана әбден вокзалда аэропортта үйреніп қалған, бірдеңе хабарлайын деп жатыр ма деп құлағымыз түріп отырсақ, сөйтсек артынан естідік. Сөйтсек, оказывается, концертке дайындалу, өзі сигнал ғой концерт, 5 минуттан кейін басталады деген. Сол кезде автоматически көрермендер ұялы телефондарын дыбыссыз етіп қойып, әңгімені тоқтатып, 100% сахнаға қарап, өздерін бір медитация істей ме, білмеймін әйтеуір. Күшті болып отырады екен кәдімгідей. Үндемей отырады. Біз енді бізге қызық қой. Анарды қарай. Күші қозғалмай отырады. Даже деп мұрын тартқан естімейсің ғой ешкім. Біздер рақат қой жөтеліп отырамыз ғой біз. Еще сол адамды іздейміз ғой, кім деп. Оны неге іздейміз, мен түсінбеймін бар ғой. Бір как будто қалтаңа парацетамол салып келгендей үшін. Шынымен сондай емес, бір жерде бірдеңе болса до конца қарап, кім жеңеді екен деп қарап отырамыз да бітті, концерт жайына қалады. Содан не керек? Спектакль болды бізге арнаған. Еще опера, представляете? Біз операны қатты түсіне бермейміз ғой негізі. Еще французский. Біз әбден итальянский опера үйреніп қалған ғой, түсінбесек те құлағымыз үйреніп қалған ғой жаңағы. Деп атқанда үйренгенбіз ғой енді. Мысал деймін да енді, бірақ сөзін білмейміз не екенін түсінбесек. А французскийда ғ деген әріп көп екен бар ғой. Вообще бір трактор тұтанбай тұрған сияқты өлі айтып атқанда. Ғ деген әріпті опера айтқанда деп атқан бір түрлі. Еще ана балет бейшілері бар да. Біздегі балет бар ғой, кішкене бізге арналған ау деймін. Оларда да лосина киеді, бізде де киеді ғой. Бізде постау лосина киетін сияқты бір түрлі. Жоқ, шынымен, ана жақта жабысқан кезде аппақ лосиналары қыздарлады, жігіттер жақ бір түрлі екен енді бар ғой. Еще ана балет билейтіндердің аяқтары ұзын бола ма бірдеңе өзі. Біз андай жерде бірінші қатарда отырғанбыз, билеп біткен кезде аяқ сенің саған тиіп кететін сияқты как будто басымды қайта бүйтіп отырасың да жанап. Сөйтіп не керек, 2 сағат отырдық, шыдадық әйтеуір. Бір кезде бітті спектакльдер, опера бітті, уф дедік. Бірақ бір таңғалатыным бар ғой, халық кетпейді екен. Кетпейді, орындарынан тұрып алып, браво! 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 деп бізде тұрдық, браво деп айқайлап. Постоянно браво деп айқайлап жүргендей бар ғой. Шартсаға чапала құрды. Ана бейшілер ме, әншілер кетпейді, бүйтіп алып, поклон жасап, бүйтіп кел, өзін походкалар осындай ма, походкалар осындай жүргенде жаңа. Бүйтіп келіп жаңа. Бірге сахна жабылды, уф әйтеуір, бітті әйтеуір десек, халық шулап, ысқырып, браво! деп аналар қайтадан шықты бір кезде. Сөйтіп спектакль бітті, сосын ішімнен ойладым да, біздің халық деген күшті ғой деймін да біз негізі. Біз браво деген сөзді қатты не қала бермейміз ғой. Біз какой браво, біз даже біздің жүрегіміз сезеді ау деймін бар ғой. Біз концерт бітейін деп атқан біліп отырамыз ғой. Ай, осы бітейін деп атқан сияқты, осы последний секілді деп бар ғой. Сердце чувствует бізде. Өйткені бар ғой, сахнада уже әртіс мына сөзді айтып атқанда уже құрметті көрермендер, міне осымен деп атқанда уже орындарынан жыбырлап бастап атады уже біз. Жыбырлап бастап атады да.
уж есік-есікке шығып атады. Ана адамдар қалталарындағы номероктарын беріп, гардеробқа очыққа тұра беріп, қазір қалып қоямыз. Тұрып қаламыз, қазір очықта бар, тез тұра бер деп уже. Есік-есіктен қашып атамыз ғой. Сен ең соңында финальный өлеңді айтып, поклон жасап, бүйтіп тұрғанда залда ешкім жоқ қой. Адам қалмайды ғой, бәрі гардеробта тұрады. Жоқ шымен как будто гардеробта киімдеріңізді біреу киіп кететін секілді бар. Бір машинаны эвакуатормен ГАИ алып кететін секілді. Үйлеріңізге уақытында кірмесе кіргізбей қоятын секілді қашамыз ғой. Сразу есік-есіктен ешкім қалмай қалады, расымен де бір түрлі болып қалады екенсің. Ең соңғы финальный өлең айттың, адам жоқ. Контролер қыздар жаңағы ортада, орындықтардың ортасында мусор жинап жүреді уже. Олар браво дейтіннің акасы мына өнер сахнада өнер көрсеткен әртістің бір жыл, жарты жыл, бір ай дайындалған еңбегіне баға береді екен де. Браво. Ана сол кезде барып сезінеді екен де. Концертім ұнаған екен ғой, рахмет деп. А бізде поклон жасап ешкім жоқ. Сосын үйге барып ұйықтай алмайсың, өз концерт қалай болды екен? Не болды екен? Нағып кетіп қалды бәрі. Біреуден сұрайын десең бір түрлі еще. Телефонды ашпай WhatsApp қарап отырасың, біреуден бірдеңе жазам екен деп. Жоқ, расымен бір түрлі қаласың. Біз еще концерт залға жиналғаны сондай ғой. Мысалы сағат 8-де концерт болса, ровно 8-де келеміз ғой, бәріміз жаппай. Еще қыстырылсып, орын жоқ, гардеробқа таласып, ана жерде билет жүріп тұрған қыздар тапап кете жаздап. Еще біреулер қыстырылып кіріп кетеді. Менде 4 билет, 2 билет артта келсін, адамдар сосын кіргізе қойшы. Ана екеу келіп тұрады, біздің билетпен кіріп кетті, айтқан шығар сізге деп. Айтқан жоқты, қалай айтқан жоқ, ішке кіріп, сәуле билет алып көрші дағы отырсың деп. Қырылып келіп, орындықты әзер тауып алып орынға отырамыз. Мен сахнаға шыққанда сіздердің түрлеріңізден көріп тұрам бар ғой кәдімгі. Ана осы уақытында неғып бастамай тұрып нервничать отырсыз. Еще ана банадан келген нервничать бар. Машина қоя алмай, ана біреулер ана мосттың ар жағына машина тастап кетіп, жаяу жүгіріп келгендер, нерві беттеріне шығып, маған как будто мен виноват адам сияқты қарап отырасыздар ғой. Қош келдіңіздер, давай бәрін мұтайық. Әзіл сықақ кешіне қош келдіңіздер достар. Шынымен де оның барлығы қалсын далада. Расымен аман болайық. Негізі жақсы ғой. Олар еще Францияда бір айтып жіберейінші, фойеге шығады ғой, концерт біткесін. Гардеробқа асықпайды ғой. Білмеймін, үйге асықпайтын шығар, может үйлерінде адам жоқ па, өздері тұратын шығар. Біз ғой концерт біткеннен кейін шығып жатырғанда сразу бір. Шай қойыңдар. Бітті концерт, шай қойыңдар, келе жатырмыз дейді. Шақтыдан кетқан сияқтымыз бар ғой кәдімгі. Барлығымыз сөйтіп келеміз ғой расымен де. Олар сосын фойеде обсуждать етіп тұрады. Ой, какой режиссура, какой постановка, деп бастары айналып тұрады. Бітпей ана эмоциядан шыға алмай тұрады ғой. Біз уже залдан фойеге шығып кеткенде қай концерттен шыққан бұтып қаламыз ғой. Ана эмоция жоқ бізде бар ғой. Біз айтпаймыз ғой ешкімге концерттегі эмоцияны. Шай қойыңдар деп үйге дейін алып барамыз, ешкімге айтпай. Сосын дастархан басына отырғаннан кейін үйдегілер концерт қалай болды деген кезде барып, «Ура!» деп сразу атасыздар. «Мә!» деп жібереді, өздеріңіз бүкіл әзілдің бәрін айтып бересіздер. Мен содан қонақ үйіне барып, содан кейін ойлаймын да, осы нағып, бізде де андай «Браво!» деп неге айқайлап отырмайды екен деп ойлаймын да, мысалы, например. «Браво!» деген негізі международный сөз ғой, негізі бүкіл әлемде өнерлер. Ой, жандарым сонда, балкондағылар күшті бар ғой өздері. Жоқ, мен қазір ана жерге барайын, өзімді хабарлаймын. Браво деп айқайлаймыз, өздеріңіз білесіздер енді. Көрейінші просто. Қызық үшін көрейін. Тұрсынбек Қабатов. Рахмет, бонжу. Рахмет, көп рахмет. Айттым ғой, тура осындай Францияда бар ғой. Тура осындай браво деп айқайлап тұрады. Бірақ олар